Енді осы қайырымдылықтың бірнеше түрі бар, құрметті жамағат. Соның біріншісі ғылыми бақыт. Ғылыми бақытқа жұмсалған қайырымдылық. Кімде-кімнің жағдайы жетсе, медреселерге, діни оқу орындарына, болмаса қандай да бір қоғамға пайдасын тигізіп жатқан университет бар, оқу орындары бар, соларға Алла разылығы үшін қағаз қаламы мен, ғылыми кітаптары мен, қандай да бір қажеттіліктері мен қол ұшын созатын болса, оның өзі үлкен бір сауап амал екен, құрметті жамағат. Кезінде ислам уақыттары мешіт медреселердің жанындағы діни оқу орындарына көмек қолдарын созып тұрған. Яғни білім алып жатқан шәкірттің оқу ақысын төлеген, жол қаражатын көтерген, қандай да бір кітап қажет болса оған сатып алып берген. Бұның өзі не екен, құрметті жамағат? Бұл ғылыми бағытта жасалған сауапты амал.